Досым, видео басталмас бұрын мынаған назар аударып жіберші. Біздің таңдауымызда екі препарат бар: атрофин сульфаты және эпинефрин. Қан диабеті бар науқасқа бронх демікпесін ұстамасын жою үшін қай препаратты тағайындайсыз және неліктен? Эпинефрин дегеніміз ол адреналин препараты. Если норэпинефрин деп келсе, ол норадреналин болады да. Атропин или адреналин қайсысын таңдайсыз? Қан диабеті бар да? Қан диабеті бар болса, онда атропин сульфатын тағайындаймын. Адреналин ол жаңағы гликогенді глюкозаға дейін ыдырататын әсері бар, яғни метаболизмге әсер етеді. Одан сайын жаңағы диабетке кері әсерін тигізеді, сондықтан атропин. Досым, біз біраз уақыт бұрын фармакологиядан курс ашқан болатынбыз. Мынау сол курсты оқып жатқан студенттердің нәтижесі. Жалпы саған фармакология енді болуы мүмкін, немесе болып кеткен болуы мүмкін, маңызды емес. Бірақ сен фармакологияны дұрыс түсінбесең, медицинаға дұрыс кірісе алмайсың. Яғни, кез келген ауруға емдеу үшін міндетті түрде сен препарат тағайындайсың. Ал сол препаратты тағайындау үшін саған міндетті түрде фармакологияны білу қажет. Досым, біз фармакологияда не үйретеміз? Бірінші, жалпы фармакология кіріспе болады міндетті түрде. Одан кейін біз осы фармакологияда ең маңызды нәрсе рецептура тақырыбын талқылап үйретеміз. Яғни рецептураны қалай жазу керек, оны қалай бағалау керек, одан басқа рецептурада есептерді қалай шығару керек, солардың барлығы түсіндіретін болады. Курс қандай форматта жүреді? Досым, сіздер үшін әрбір препараттың әсер ету механизмі тақтаға сызып түсіндірілетін болады. Және ол түсірілген видеолар сіздерде 3 айға дейін доступ сақталатын болады. Және де сол видеолардың және арнайы құрастырылған методичкалардың ішіндегі информация бойынша сіздермен кері байланыс жасайтын боламыз. Және сол тақырыпқа байланысты ситуациялық есептер талқылаймыз. Одан басқа бізде тест тапсырмалары және рецептура жұмыстары орындалатын болады. Досым, курстың нәтижесінде сен фармакологиядағы ең маңызды тақырыптарды меңгеретін боласың. Және ең басты рецептура жазуды үйренетін боласың. Егер саған қызық болса, төмендегі WhatsApp нөмірге жаз.